Алма қош келдіңіздер. Құрма және оның пайдасы. Құрма Құран аяттарында көп кездесетін жеміс түрі. Иман келтіргендерге жәннатта әзірленген небір дәмді тәтті астардың ішінде құрма да айтылады. Алла тағала Құранда ерекше мән берген бұл жемістің химиялық құрамын зерттеген кезде көптеген пайдалы заттар анықталды. Құрма адамзат баласының барлығына танымал ең көне жеміс болып табылады. Өзінің нәзік, тәтті әрі құнарлы сипатымен қазіргі таңда да көптеген әлем елдерінде маңызы зор жеміс болып отыр. Ғалымдар бұл жемістің барлық жаңа қырын және таңғаларлық ерекшелігін әлі таңдаулы ас екендігіне ғана емес, небір түрлі ауру сырқаудың таптырмас емшісі екендігін анықтап отыр. Сондай-ақ Құран аяттары да біздің назарымыздың құрманың адам баласына берер пайдасын аударуда. Мариям сүресінен бір аят келтірер болсақ, сонда оны толғақ қысып құрма ағашының түбіне барды да, әттең-ай, мен бұдан бұрын өліп қана мүлде ұмытылып кеткен болсам деді. Оның астыңғы жағынан кейіме Раббың астыңнан бір бұлақ жаратты деп дабыстады. Құрманың бұтағын өзіңе қарай сілк, саған жас құрма түседі деген ұн келді. Ал енді же де іш, көз айым бол. Толғақ сәті келген кезде Алла тағала салихалы Мариямға Иса пайғамбар, оның Алланың сәлемі болсын, арқылы құрманың дәмін татырды. Бұл құрмандағы әмір иләхи даналықты меңзейді. Жақында ғалымдар құрманың әйел адам босанар кездегі берер пайдасын және де аяғы ауыр әйел мен іштегі нәрестеге де пайдалы екендігін анықтап отыр. Құрманың құрамында үлкен мөлшерде қант бар екен, яғни 60-65%. Бұл барлық жемістермен салыстырғанда ең үлкен көрсеткіш. Сондай-ақ босану кезінде әйел адам көп қан жоғалтқандықтан қанның құрамында қанттың мөлшері төмендеп кетеді. Құрма ағзадағы қантты толтырушы болып табылғандықтан қан қысымының төмендеуін болдырмайды. Бұл жемістің құндылығы өте жоғары болғандықтан әлсіздік басқан және де сырқаттаған, әлсіреген жандарға да өте пайдалы. Өйткені құрма адамның күш-қуатын қалпына келтіреді екен. Бұл анықтамалардың барлығы Алла тағаланың салихалы Мариямға не себепті бұл жемісті жеуге әмір еткендігі даналығын көрсетеді. Себебі құрма адам ағзасына күш береді және де нәрестенің жалғыз ғана қорегі болар ана сүтінің түзілуіне де жүзеге асырады. Құрманың құрамында окситоцин деген химиялық зат заманауи медицинада босанатын әйелге жәрдем беретін препарат ретінде қолданылады. Окситоцин босану процесін жылдамдатады. Көптеген ғылыми дерек көздері бұл препаратты жылдам босандыру дәрісі деп сипаттайды. Бір қызығы, босанған соң окситоцин ана ағзасына сүт түзуші затқа айналып кетеді екен. Окситоцин негізінде мидың артқы жақ гипофизінде түзілетін және де толғақты шақырушы, жатыр және жамбас буындарын тарылтушы гормон болып табылады. Босану процесі сәтті өту үшін жатыр бұлшық еттерін дұрыс қысу маңызды. Окситоцин өз кезегінде жатыр бұлшық еттерінің белсенді түрде қысылуына белсенді ат салысады. Сонымен қатар, босану процесі аяқтала салысымен ағзадағы өз қызметін атқара береді. Ендігі жерде ол сүт бездерін, ана сүтін түзе бастайды екен. Құрманың құрамында бір ғана зат окситоциннің болуы Құрандағы иләхи ескертпе екендігінің дәлелі бола алады. Құрманың медицинадағы зор пайдасы жайлы зерттеулер ең алдымен әйел адам босандырар кездегі ең таптырмас зат екендігі медицинада ашылған соңғы жаңалық болып отыр. Алайда бұған дейін 1400 жыл бұрын Құранда Алла тағаланың Мариямға бұл жемісті жүктілік кезінде пайдасы мен босануын жеңілдетуші жеміс екендігін өз даналығымен білдіргендігі айтылып қойған. Сонымен қатар құрмада ағзаға тез сіңетін және де жылдам ыдыратушы қант шырыны бар. Ол ағзаның белсенділігін арттырып, жылу күшімен қамтамасыз етіп отырады. Құрмада қант шырыны ағзада қант құрамын мөлшерден асушы кәдімгі қанттан глюкозадан айырмашылығы көп. Қан құрамындағы қанттың көтерілу бірнеше сырқаты бар жандар үшін өте қауіпті. Соның ішінде қант диабеті кезінде қан құрамында
Қанттың көбеюі іш құрылысқа зиян тигізеді. Ең бірінші бүйректің, көздің, жүрек бұлшық етінің, жүйке талшықтарының қызметі бұзылады. Құрмада көптеген дәрумендер, минералды заттар бар. Ол жасынаққа, клетчатка, майға және ақуыздарға бай. Құрмада минералды заттарда натрий, калий, кальций, магний, темір, күкірт, фосфор және хлор бар. Сонымен қатар құрамында дәнде А дәрумені, бета-каротин, В1, В2, В3, В6 дәрумендері бар. Жүкті әйелдердің ағзасына және жалпы адамның ағзасына құрмадағы дәрумендер мен минералды заттардың қалай әсер ететініне бірнеше мысалдар бар. Құрма 50% қанттан құралған, сондықтан өте нәрлі, ол ағзаға тез таралады. Қан шырытына жүйке жүйін тынышталдырады. Құрма мидың қызметіне өте пайдалы. Себебі 2,2% ақуыздан тұрады. Сондай-ақ В1, В2 дәрумендеріне бай. А дәрумені көз бұлшық еттерін жақсартады, сүйек және тісті қатайтады. В1 дәрумені ақуыздарды, көмірсуларды және майларды жойып, ағзадағы жасушалардың жаңаруын қамтамасыз етеді.